Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі тақырыбымыздың аты Чернобыль бейнесі жүректе мәңгі сақталады атты еске алу кеші. 1986 жылы 26 сәуірде Украинадағы Чернобыль атом электростанциясының 4-ші блогы жарылып, редактор істен шықты. Радиоактивті түтін аймақтан асып, аса мемлекеттің жеріне ласады. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Адамзаттың орны толмас қасіретке әкелген Чернобыль оқиғасы биыл 35 жыл толды. 1986 жылы сәуір айында Чернобыль апат әлемді дүр сілкіндіріп, бұл оқиға қаншама адамның жүрегіне жара қалдырды. Чернобыль Украинадағы шағын қалалардың бірі еді. Мұндағы атом электростанциясы 1971 жылы салына бастаған. Жоспар бойынша 6 энергия блок барлық іске қосылған жағдайда ол Еуропада ең алапат электростанциясына айналу тиіс еді. Бірақ апат бұл жағдайдың бәрін бұзды. 1986 жылы 26 сәуірде Мәскеу уақыты бойынша түнгі сағат 23 минут 58 секунд әсем қала ежелгі Киев қаласы небәрі 157 шақырымда қашықта Чернобыль атом электростанция адам айтқысыз алапат болды. Чернобыль редактордың апаттың орны алған ширек ғасыр етті, алайда оның зардаптары әлі күнге дейін толықсыған жоқ. Чернобыль атом электростанциясы 1980